Армысыздар, құрметті көрермендер. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының кезекті тікелей эфирі дербес төлеушілер мәмс жүйесінде алдын ала 12 айға төлем жасау арқылы сақтандырыла алады тақырыбы аясында өрбімек. Студия қонағы заңды және жеке тұлғалармен жұмыс жасау департаментінің аға менеджері Ақерке Бейсенбаева. Ақерке ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Эфир барысында соңғы жаңашылдық жарналарды 1 жыл бұрын төлеуге қатысты әртүрлі жағдайларда талдайтын боламыз. Қымбатты көрермендер, сіздер тікелей эфир барысында медициналық сақтандыруға қатысты сұрақтарыңызды жаза аласыздар. Біз эфир аяқталған соң әр қайсысына толыққанды жауап береміз. Сондай-ақ қордың әлеуметтік желілерінде қалдырған сауалдарыңызға қазір спикер жауап беретін болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ал ендеше Ақерке ханым, сұхбатымызды бастайық. 5 қыркүйекте медициналық сақтандыруға қатысты жаңашылдық жарналарды 1 жыл бұрын төлеудің жаңа тетігі іске қосылды. Жаңа төлем механизмін жалпы іске қосуға не түрткі болды? Оны кімдер пайдалана алады, сондай-ақ кімдер пайдалана алмайды? Қайырлы күн, Шадыра. Қайырлы күн, тыңдармандар. Жалпы мәмс туралы заңның 5 бабының 2-3 тармағына сәйкес осы жаңа төлем түрі тек қана дербес төлеушілер үшін ғана пайдаланылады. Ал басқа, мысалы, бірыңғай жиынтық төлеушілер дейміз, кәсіпкерлер, жұмыс берушілер, қызметкерлер бұл төлем түрін төле алмайды. Ал кімдер төлей алайды деген сұраққа тоқталайын. Бұл төлем дербес төлеушілер дегеніміз, яғни бұл заңды түрде еш жерде тіркелмеген азаматтарды айтамыз. Мысалы, үй шаруасындағы әйелдер, таксистерді жатқызуымызға болады. Сондай-ақ заңды ешқай жерде тіркелмеген адамдарды жатқыза аламыз. Жалпы биыл 2022 жылы ай сайын дербес төлеушілер 3000 теңге төлейді. Бұл дегеніміз ең төменгі жалақының 5%-ы 3000 теңге төлеп келеді. Тағы да айтып өтейін, бұл жаңа төлем тек қана алдыңғы 12 айға төлейді. Тек қана дербес төлеушілер ғана төлей алады. Сонда қанша адам медициналық сақтандыру жүйесінен тыс қалып отыр? Биыл Қазақстан бойынша 3,4 миллион адам медициналық сақтандырудан тыс қалып отыр. Бұл кісілер мәміске және тегін медициналық көмектің пакетіне жататын медициналық қызметтерді ала алмайды. Сондықтан да мүлдем төлемеген адамдар бар, берешегі қалыптасқан адамдар бар, солардың барлығы осы төлем түрін қолдануға болады. Өте тиімді деп айтсам болады. Жаңа айтып өттіңіз, жаңа механизмнің не түрткі болды деген. Бұған дейін мысалы жүйелі төлемеген адамдар бар, жалақысын бермеген, мысалы мүлдем төлемеген адамдар бар. Ол адамдар кейінгі артқы соңғы 12 айға берешектерін жаңа төлеп келді. Ал жаңа төлем бойынша сіз тек қана алдыңғы 12 айға төлеу арқылы сақтандыру мәртебесіне ие бола аласыз. Бұл жөнінде де президент өз сөзінде бірнеше рет атап өтті, яғни мәміске халықты тарту бойынша үлкен жұмыстар жүргізу керектігін. Сондықтан да бұл халық үшін өте тиімді әдіс деп айта аламын.